Міне балдар, қабілет платформасындағы мамандық таңдау сауалнамасын аяқтадық. Барлықтарында тапсырдыңдар. Өз ойларыңды жазды деп ойлаймын. Енді кім өз ойын бөліседі ауызша? Дәл осы жерде. Қайсысын бөлісе аласыңдар? Ертең өскенде қандай мамандықты таңдайсыңдар? Кім боламыз деген сұраққа кім жауап бере алады? Кәне? Арман, сен айта қойшы. Сенен бастайықшы кәне. Ағай, не үшін мен? Мен білетін Арманның ойы үшқыр балалар, дұрыс па? Сол үшін Арманнан бастап отырмын. Негізінде ағай, Ленгір қаласы номер 7-ші IT мектеп-лицейінде оқи тұрып, IT мамандығын таңдамасам, сың болар. Компьютер менің әлемім. Мен IT мамандығын таңдаймын. Жарайсың Арман. Арман арманына жете берсін Құда қаласа. IT мамандығын игеріп, Қазақстанның биік тұлғалы бір азаматы болсын. Ал, балалар, және кім бөліседі ойын? Ағай, мен айтсам бола ма? Кәне мақсат, айта қой. Арманның арманын тыңдадық, енді мақсатын тыңдайық. Мен үшін адам өмірінен басқа қымбат ештеңе жоқ. Дәрігер боламын. Жарайсың мақсат, отыра қой. Енді біз әділеттің ойын тыңдайықшы. Ой, біздің әділет мектептегі ең беделді азаматтардың бірі ғой, балдардың бірі ғой. Әділетте қандай арман бар екен? Кәне әділет айта қойшы. Мен өз ойымша әкенің нотариус қызметін жалғастырамын. Себебі заңмен жұмыс істеуге өте жауаптысыз. Және де заң ешқашан ескірмейді. Тамаша. Керемет әділет. Жалпы армандарың анық екен. Еңбектенсеңдер, бәріне жетесіңдер. Кіріңіз. О, Әдеке, ассалаумағалейкум. О, Мәке, уағалейкум ассалам. Қалайсың? Жақсы өзің? Шүкір амансың. Кел жайғас. Я, Мәке, айта бер. Әдеке, мен саған жаңалығым бар. Біздің сыныптас Арман есіңде ма? Я, әрине есімде. Ол IT мамандығын таңдаймын деп еді ғой. Ол біздің жақында біз мектепке барып сұхбат беріпті. Қош Мәке, қан көрсетші. Әдеке, міне сұхбаты. Қарасай. Баршаңызға сәлем, бұл цифрлы жол подкасты. Бүгін бізбен бірге әлемдік инновациялық платформаның негізін қалаушы Арман мырза. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Шақырғандарыңызға рахмет. Арман аға, IT әлеміне қадам басыңыз неден басталды? Шынымды айтсам, бәрі балалық әуестіктен басталды. Компьютердің ішін ашып көрген күндерім, код жазуға деген әуестік. 15 жасымда алғашқы бағдарламамды жаздым. Сәтсіз болды. Бірақ сол сәтсіздіктер мені алға жетеледі. Мен бір нәрсені түсіндім. Ең үлкен жетістік, ең үлкен алғашқы қадам бұл бастаудан туады. Арман аға, бүгінгі таңда көп мамандықтар жойылып кетуі мүмкін деген пікірге не дейсіз? Бұл шындық. Алдағы 10-15 жылда қайталанатын көптеген мамандықтар автоматтануы мүмкін. Бірақ бір нәрсе жойылмайды. Логикалық ойлау, креативтілік және адамға қызмет ету қабілеті. Технологиялар бәрін алмастырып жатыр. Бірақ адамның жүрегі мен оның тәжірибесін ештеңе алмастыра алмайды. IT саласына қызыққан жастарға не деп кеңес берер едіңіз? Ешқашан қорықпаңдар. Тәжірибе ең жақсы мұғалім. Күн сайын бір кішкентай нәрсе үйренсеңдер, бір жылда үлкен өзгеріс байқайсыңдар. Главное, өз идеяларыңа сеніңдер. Бүгінгі әсерлі әңгімеңізге көп рахмет. Құрметті тыңдарман, бұл цифрлы жол подкасты. Келесі эпизодта кездескенше. Рахмет. Жаңа идеялардан қорықпаңдар. Мәке, қазір өмір өзгерді. Дұрыс айтасың. Қазір бізде робот хирургтар пайда болып жатыр. Бірақ роботтар адамның жүрегін түсіне алмайды. Сол себепті дәрігерлердің орны бөлек. Сен білесің бе, қазіргі таңда роботтар біраз адамның орнын басып отыр. Біздің де салада сол биометрияны, сандық қолтаңбаны барлығын роботтар басып жатыр. Бірақ сен істеп жүрген жұмыс
адамның сеніміне байланысты. Оны ешқандай машина алмастыра алмайды. Жоқ мақсат, өмір қазір өзгеріп жатыр. Бәлкім болашақта менің мамандығым мүлде жойып кетуі мүмкін. Мен бірақ өзімнің әкемнің аманатын орындағанын өкінбеймін. Себебі адамдарға заңмен көмектесу өте жауапты іс. Иә, ештеңе мәңгі емес. Кей мамандықтар жоғалады, жаңасы пайда болады. Бірақ адамдық қасиет, адалдық, достық ол мәңгі қалады. Иә, болашаққа дайын болу әр адамның міндеті. Бастысы өз ісіңе, жүрегіңе адал болу керек. Болашақ бүгінгі таңдаудан басталады.